ақша гүлі немесе теңге гүлін біз екі әдіспен көбейтсек болады. Бірінші әдіс ол мына жапырағынан көбейту. Үлкен астыңғы зақымдалмаған ірі жапырақты алып сындырып алсақ болады. Қорқпаңыздар. Сөйтіп жай ғана құмның үстіне қойып, кішкене үстіне су бүркіп қойсақ, ылғалдап, ол өзі арман қарай тамырланып кетеді. Екінші әдісі ол мына қапталында өскен мынандай бұтақтарынан алып көбейтуге болады. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, мен қапталдан осындай қапталдағы барлық бұтақтарын алып тамырлатқанмын, өсіргенмін. Бұтақтарын алып тастағаннан кейін бұл жерлерге ештеңе жақпасақ та болады, ол өзі бітеліп кетеді.